Жобаның мақсаты робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдану. Жұмыс барысы Lego Mindstorms Education F3 программасын іске қосу. Программаға қажетті блокты таңдап алу. Түс датчигін қолдану. Мәзірден қосу, включить батырмасын басу. Программаны іске қосып, тексеру. Бірінші тапсырма. Робот сары түсті анықтайтын, түс атауын айтатын программаны кубоидты пайдаланып құр. Программаны роботқа жүкте. Практикалық жұмыс жасау үшін Lego Mindstorms Education F3 программасын іске қосамын. Іске қосқаннан кейін болған терезеден қосу батырмасын басу арқылы жаңа проект құрсақ болады. Осылай енді жұмысымызды жалғастырамыз. Бірінші старт блогына операторларды басқару блогының ішінен күту блогын таңдаймыз. Күту блогы әртүрлі режимде жұмыс жасайды. Соның ішінен біз түс датчигі режимін таңдаймыз. Түс датчигі режимі көріп отырғанымыздай екі режимде жұмыс жасайды. Яғни салыстыру және өзгерту. Әрқайсысы өз ішінде үш түрлі режиммен жұмыс жасайтын болады. Біз осының салыстыру режимінен түс режимін таңдаймыз. Таңдалғаннан бізде осындай бірінші блокта әртүрлі түстер пайда болады. Түс датчигін қабылдай алатын 7 түсті, яғни цифрлармен көріп отырмыз. Бірінші цифрға қара түс, екінші цифрға көк түс, үшінші цифрға жасыл түс, төртінші цифрға сары түс, бесінші цифрға қызыл түс, алтыншы цифрға ақ түс және жетінші цифрға қоңыр түс сәйкес келетінін көріп отырмыз. Соның арасынан өзімізге қажетті тапсырма бойынша сары түсті таңдайтын боламыз. Келесі қадам күту блогына дыбыс блогын жалғайтын боламыз. Дыбыс блогында Легоның өзінің аудио файлдары сақталған. Соның ішінен, яғни дыбыстық аудио файлды таңдай отырып, өзімізге қажетті түсті таңдаймыз. Түстердің ішінен бізге қазіргі таңда сары түс қажет болғандықтан yellow'ды таңдаймыз. Yellow батырмасын басқан кезде, яғни біздің дыбыстық файлымыз yellow деген сөзді айтатын болады. Екінші тапсырма. Кубоидты пайдаланып, робот кубоидтағы барлық түстердің атауын айтатын программаны құр. Программаны роботқа жүкте. Жаңа проект жасау үшін қосу батырмасын басу арқылы проектімізді жасайтын боламыз. Екінші практикалық жұмысымызды бастау үшін старт блогына күту блогын жалғаймыз. Күту блогының ішінен, яғни күту блогы әртүрлі режимде жұмыс жасайды. Біз соның ішінен түстер датчигі және салыстыру түс режиміне қоямыз. Өзімізге қажетті түсті таңдаймыз. Бізде ең бірінші таңдау керек түсіміз қара. Сондықтан бірінші цифрды таңдап аламыз. Келесі біз дыбысты қою үшін әрекеттер, іс-әрекеттер блогынан дыбыс блогын орналастырамыз. Дыбыс блогының ішінде Легоның өзінің аудио файлы сақталған. Сол аудио файлдың ішінен түсті таңдай отырып, түс режимін таңдай отырып, қара, яғни black деген түсті таңдайтын боламыз. Келесі бізде осы жасалған қадамдарға күту блогын орналастыратын боламыз. Күту блогын алдыңғы блоктарда көрсеткенімізде, яғни түс датчигі, салыстыру түсті таңдаймыз, түс режимі. Және бізде келесі түс көк түсті таңдаймыз. Яғни екінші цифраны белгілеп аламыз.
көпті таңдап болғаннан кейін іс-әрекеттер блогынан дыбыстық блокты әкеліп жалғаймыз. Дыбыстық блокта Легоның өзінің аудио файлынан түсті таңдаймыз. Түстің ішіне бізде көк түс, бізде blue. Осылай таңдап болғаннан кейін күту блогын жалғайтын боламыз. Күту блогында режимімізді түс датчигі режиміне, оның ішінде салыстыру және түс режиміне өтетін боламыз. Бізде келесі түс жасыл түс, яғни ол үшін біз көк қызылдай галочканы алып, яғни 3 цифрындағы жасыл түске орналастыратын боламыз. Одан кейін іс-әрекеттер блогынан дыбыстық блокты әкеліп жалғаймыз. Дыбыстық блоктың ішіне Lego Mindstorms'тың аудио файлынан түстерді таңдаймыз. Түстердің ішінен бізге жасыл керек, яғни green. Келесі бізде дыбыс блогын әкеліп болғаннан кейін күту блогын орналастырамыз. Күту блогында түс датчигі, салыстыру және түсті таңдаймыз. Келесі бізде жасылдан кейін сары түсті таңдауымыз керек. Ол үшін 4 цифрын ерекшелеп аламыз. 5-тегі галочканы алып тастаймыз. Оған біз іс-әрекеттер блогындағы дыбыс блогын әкеліп орналастырамыз. Дыбыс блогындағы Lego Mindstorms'ты өзінің аудио файлының ішіндегі түстерде yellow'ды таңдап орналастыратын боламыз. Біздің жұмысымыз шекараға жетіп тұр. Енді келесі қадамдарымызды, блоктарымызды төменгі жаққа орналастырамыз, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Келесі бізде күту блогы. Күту блогы, яғни екі блокты бір-бірімен жалғау үшін жалғастыру циклін пайдалану арқылы блоктарды бір-біріне жалғаймыз. Сонда біздің барлық әрекеттер бір-бірімен жалғанған болады. Әрі қарай жұмысымызды жалғастыра береміз. Бізде келесі, яғни күту блогында түс датчигін таңдап, салыстыру түсті таңдай отыра, біз келесі сарыдан кейін ақты таңдайтын боламыз. Яғни 6-шы цифраны таңдап, арғай жұмысымызды жалғастырамыз. Бұл блокқа, яғни біз іс-әрекеттер блогынан дыбыс блогын әкеліп орналастырамыз. Дыбыс блогындағы Легоның аудио файлынан дыбыстардың ішінен біз ақты, яғни white'ты таңдаймыз. Келесі қадам біз күту блогын орналастырып, режимнен түс датчигін таңдап, салыстыру түсті белгілей отырып, келесі бізде қызыл түсті таңдап аламыз. Қызыл түс бізде 5 цифрында орналасқан. Келесі бізде дыбыстық блок, яғни іс-әрекеттер блогындағы дыбыстық блокты әкеліп орналастырып, Lego Mindstorms'тың ішіндегі түс режимінен қызылды, яғни редті таңдап аламыз. Редті таңдап алдық. Енді бізде ең соңғы түс қоңыр түс қалды. Ол үшін біз күту блогын әкеліп жалғап, режимдерден түс датчигі режимін таңдап, салыстыру, түс датчигі режимі салыстыру және түсті таңдай отырып, соңғы түсіміз қоңырды әкелеміз. Іс-әрекеттер блогынан дыбыс блогын жалғайтын боламыз. Lego Mindstorms'тың өзінің аудио файлынан түстен brown'ды таңдаймыз. Осылай жұмыстарды жасап болғанымен, сонымен
Сонымен біздің бағдарламамыз дайын. Бұл бағдарлама бойынша робот кубойттағы барлық түстердің атауын айтатын программаны құрдық. Енді программамызды роботқа ғана жүктеу қалды. Үшінші тапсырма. Роботтың жасыл сызық бойымен жүретін программасын құр. Программаны іске қосып, тексер. Келесі жұмысымызды жасау үшін үшінші тапсырманы қосу батырмасын басып, жаңа проект құрып аламыз. Пайда болған проектте үшінші тапсырмамызды бастайтын боламыз. Яғни старт блогына цикл блогын жалғаймыз. Цикл блогын жалғап болғаннан кейін ішіне өшірі қосқыш блогын қоямыз. Орналастырып болды. Енді бізге өшіріп қосқыш блогының әртүрлі режимде жұмыс жасайтынын білеміз. Бізге түс датчигі мен жұмыс жасау қажет. Шарт бойынша үстіңгі блок бізде жасыл түске толу керек, ал төменгі блокта ақ түсті таңдаймыз. Жоғары бөлікте рөлдік басқару блогын орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін рөлдік басқару режимі қосу режиміне қоямыз. Және бағытын 50-ге қуаттылығын 50-ге орналастырып қоямыз. Яғни бағытын 50-ге, қуаттылығын 50-ге қоятын боламыз. Рөлдік басқару блогын ауыстырып қосқыштың төменгі блогына жалғаймыз және режимін қосу режиміне қоямыз. Бағытын солға, яғни -50-ге қоямыз. Одан кейін қуаттылығын 50-ге орнатамыз. Осылай біздің бағдарламамыз дайын. Қорытынды. Сен қандай нәтиже алдың? Жасаған жұмыстарың өзіңе ұнады ма? Тапсырмалар қиындық туғызды ма?